Құрметті әлеуметтік желі оқырмандары, балалар әдебиетінің көрнекті жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» повесіне 60 жылдығына орай Іле аудандық балалар кітапханасы «Халқы сүйген қаламгер» атты кітап көрмесіне видеошолуды ұсынады. Көрме 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім балалар әдебиетінің бәйтерегі. Бұл бөлім балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған. Бердібек Соқпақбаев бала табиғатына терең бойлап, балаға тән шыншылдықты, таңғы шықтай мөлдірлікті, періштедей пәктікті, тазалықты, адам бойындағы асыл қасиеттерді жан-жақты суреттей білген дарын иесі. Екінші бөлім әдебиетке балалықты әкелген. Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» повесі өмір баяндық туынды. Онда автор өзінің балалық шақта басынан кешкендерін сол кездегі дәуір шындығына орай кішкентай Бектас бейнесі арқылы елестетеді. Ес білмес есершақ балалық мінез Бектас, Жанбосын, Жүнісбай, Майра образдарынан шындық қалпында толық көрінеді. Бердібек Соқпақбаев қазақ балалар әдебиетінің мәртебесін биіктетіп, мазмұнын байытты. Оның мәңгі өлмес шығармалары дара қолтаңбасы біздің де, бізден кейінгі ұрпақтардың да жүрегін тербеп, жанын жадырата берері сөзсіз.